Қожанасыр туралы аңыздар. Қожанасыр мен хан. Бір аңызда Қожанасыр қарақшыларға қосылып, ханның алтын қоймасына түседі. Ханның әкесін өлтіріп, ұрылар көтергендерінше құмыра алтын алады. Олжа бөліскенде Қожанасырға бір құмыра алтын мен ханның өлі әкесі тиеді. Қожанасыр қуанып, түнде үйіне келіп, әйеліне сыбырласа, әйелі төсегінен басында көтерместен: «Құмыраны алтынымен босағаға қоя сал, өлікті үйдің артындағы құрғақ құдыққа тастай сал» дейді. Қожанасыр әйелін сыйлайтын, сөзін тыңдайтын кісі екен. Айтқандарын бұлжытпай орындап, қайтып келіп төсегіне жатып қалады. Қожанасырдың әйелі ері ұйықтаған соң орнынан тұрып, өлікті жерлеп, орнына буындырып бір текені тастайды. Алтыны мен құмыраны жерге көміп, оның орнына ішіне майда тас толтырып, басқа құмыра қоя салады. Ертесіне хан қоймама ұры түсті, әкем жоғалды, ұрыны ұстап, әкемді тауып берген кісіге ат басындай алтын беремін деп жар салады. Бұл хабарды естіген Қожанасыр дереу ханға келіп: «Ұрың мен әкеңді де тауып беремін, ат басындай алтыныңды маған бер» дейді. Сөйтіп, ханды нөкерлерімен үйіне ертіп келіп, босағадағы құмыраны көрсетсе, ішіндегі алтын емес, тола тас. Содан соң құдыққа ертіп келеді. Хан белінен арқан байлап құдыққа Қожанасырдың өзін түсіреді. Қожанасыр құдықтың қараңғы түбінде жатқан өлікті сипаласа, қолына текенің жүні ілінеді. «Әй, әкең жүнdeспеді, әкең жүнdeспеді» деп дауыстайды сыртта тұрған ханға. «Мынау не дейді? Киімі шығар, жөндеп қара» дейді хан. Қожанасыр енді текенің басын сипалап жіберіп: «Әкең мүйізді ме дей?» деді айқайлап. Хан ыза болып арқанмен Қожанасырды құдыққа тастап кетеді. Хан кетісімен әйелі қожаны құдықтан шығарып алады. Сөйтіп, Қожанасыр ханды да осылай мазақтайды. Қожанасыр мен ұрылар. Бір аңызда үйін бір топ ұрылар тонап, үйдегі бар дүние мүлкін арбаға тиеп әкетіп бара жатқанда, Қожанасыр оянып кетеді. Орнынан атып тұрып, астында қалған тоқымдай құрым киізді бүктеп, қолтықтап алып, үй мүлкі тиелген арбаның артынан ереді. Тонаушылар жолға шыққан соң қараңғыда өз адамдарын санап түгендесе, бір адам артық. Артық адамның кім екенін анықтаса, манағы үй иесі: «Ей, сен қайда келесің?» дейді қарақшылардың біреуі үй иесін бүйірден түртіп. «Қарағым-ау, сендер менің үйімді көшіріп келе жатқан жоқсыңдар ма? Қайда келе жатқаның не?» дейді Қожанасыр. Қарақшылар біріне бірі қарап, мынау бір әулие адам екен деп, алған дүние мүлкін үйіне қайтып апарып тастап кетеді. Қожанасыр мен қулар. Екінші бір аңызда Қожанасыр көлдің жағасында бір тоқтысын жайып отырса, қасына 3-4 қу жігіттер келіп: «Қожеке, топан суы қаптап келе жатқанын естідіңіз бе?» дейді. «Жоқ, шырақтарым» дейді Қожанасыр. «Нанбасаңыз мына бәйтеректің басына шығып қараңыз, көрініп те қалар» дейді қулар. Қарасам қарайын деп Қожанасыр екі кебісін шешіп, екі қолтығына қысып ағашқа өрмелей бастайды. «Қожеке, кебістеріңізді жерге тастап кетіңіз, қол байлау болады ғой» дейді қулар жаңа кебістерге қызығып. «Топан суы тым жақындап қалса, кім біледі, айға қарай жол шығып, одан әрі жаяу жүріп кеткендей болам ба» дейді. Қожанасыр кебістерін тастамай. Қожекең теректің басына шығып айнала қарап, жерге қайтып түскенше қулар тоқтыны сойып, от жағып, етін қазанға салып қояды. «Жақын жерде ештеңе көрінбейді. Бұларың не, шырақтарым?» дейді Қожанасыр, тоқтының терісін көріп. «Ақыр топан суы қаптап, ертең дүние қараң болады. Бұйырған малға тіс тисін. Бір күнде болса баққан малыңызды сіз жеп қалсын» дедік дейді қулар. Солай дейді де өздері шешініп суға түседі. Олар суға шомылып жатқанда Қожанасыр айналадан шөпшек теріп, от тұтатып, оған жағада жатқан киімдерді қоса жағып, етті пісіріп қояды. «Қожеке, біздің киімдерімізді көрдіңіз бе?» дейді судан шыққан жігіттер. «Дүниеге топан суы қаптап, ақыр заман болса, киімде керек болмас. Одан гөрі бір күнде болса жейтін тамақтарың піссін деп, отқа жағып жібердім» дейді Қожанасыр.